Жұмыс тақырыбы тары менің жемсі қасым, бағыты этномәдениет тану. Орындаушылар Батыс Қазақстан облысы Бөрлі ауданы Ақсай қаласы номер 2 мектебінің 5 сынып оқушылары Ғайнулла Егеғали Исалиев Дарин. Жетекшісі қазақ тілі мен әдебиет пәні мұғалімі Хабиева Жанна Төлегенұлы. Орындалған жұмыс 2023 жыл. Адатпа тақырыбы тары менің жемсі қасым, ғылыми жобаның мақсаты. Тарының пайдасын зерттеу, адамдардың оның қандай жағдайда пайдаланылатынымен кеңірек танысу. Зерттеудің міндеттері: бірінші, тарының тарихымен танысу; екінші, тарының құрамын оқып білу; үшінші, тарының қалай және қай жерлерде қолданылатынын оқып білу; төртінші, тарының пайдасы; бесінші, тары өнімін жасау жолдарын öğрену. Зерттеудің өзектілігі: тарының жиып қолданғанымызбен оның көптеген пайдасын өзіне тарихшылығын біле бермейміз. Зерттеу болжамы: егер тары жайлы көбірек оқып білсек, онда тарының көптеген құпияларын ашар едік. Зерттеу нысаны: адам; зерттеу заты: тары; зерттеу әдістері: ғылыми әдебиеттегі анықтамалармен танысу, бақылау; зерттелген нәтижеге талдау жасау. Келіспе: біздің жұмысымыздың тақырыбы тары менің жемсі қасым деп аталады. Тарының тойымдылығы мен пайдалы қасиетіне де қызығушылық танытып, оны зерттеу туралы ниет туындады. Тары астық тұқымдасына жататын бір жылдық өсімдік. Оның дүниежүзінде 500-ге тарта түрі өседі. Тары қазақ даласында 6 ғасырдан бастап келе бастаған. Шығанақ Бексеев қазақтың әйгілі тәрбие өсірушісі. Ол Ақтөбе облысы Ойыл ауданы Ашыл ауылында қарапайым шаруа отбасында дүниеге келді. 1920 қиын жылдары Шығанақ Бексеев алғаш рет тәрбие өсіреді. Осылай Ақтөбе облысының ашаршылықтан құтқарған. Шөлейті аймақтың ауа райына қарамастан тәрінің әр гектарын 25,5 центнерден бастап 201 центнерге дейін өнім жинаған. Тәрі егіп тапқан пайдасын Ұлы Отан соғысы жылдары әскери ұшақ жасау үшін мемлекеттік қорғаныс қорына аударған. Негізгі бөлім: тәрі қазақ халқының ертеден дайындап ішіп-жеп келе жатқан тағамдардың бірі. Сүт тәріден жасалады. Ақталмаған тәріні қарға тәрі дейді. Тәріні жуады, қазанға су қойып қайнатады. Тәрінің қауызы ашыла бастағанда оны табаққа салып сүзеді. Оны кептірмей қазанға салып қуырады. Былғауышпен күйдірмей араластырып отырады. Қуырылған тәріні келсап пен келіге түйеді. Түйілген тәрінің қауызы уатылып, ішіндегі дәні бөленеді. Мұны тәрі түйе дейді. Тәрінің қауызын өшіреді, мұны қаралау дейді. Содан кейін тәріні келіге салып ақтайды, мұны ақтау дейді. Тәріден сүт жасалады. Сүттен жент, жагма, талқан, сүт көже, тәрі көже, басқа дамды ұлттық тағамдар жасалады. Тәрі сабанында дәрумендер мол болғандықтан малдар сүйсініп жейді. Тәрі сабағынан қағаз шығарады. Тәрі жеген тауықтар көп жұмыртқалайды. Жұмыртқаның қабығы қатты болады. Ұзақ сақталады. Жас ана сүтті шайға тәрі салып ішсе, сүтті молайып қоюланады, баланың да тамағы тоқ болады. Мен жемтір жақсы көремін. Жем шардасқана қуатын үлтік тағам. Жем қыста құтпайтын, жазда мұзымайтын, әрқашан дәмеменлерін сақтайтын. Содан орай көшпелі халықтың дастарханынан үлкен орын алған тағам. Жем қазақтың аса шеберлікпен жасайтын өре өте дамды. Жем тағымдық наримау жемсік тағымдардың бірі жем. Жем жасаудың негізге оның тары. Терминге тартылған немесе келіге салып тойылып жармалған тары тақында сары май, қан, тірімші күнтағы мейіз салынып арастырылады. Содан соң ыдысқа салынып салқын жерде сақталады. Жемтің күніда құнары мен қасиетіне де сары майдан жоғары тұрады. Дәрігердің кеңесі: тәрі талқан күш беретін құнарлы тағам, әсіресе балаларға, жүкті әйелдерге, қарттарға пайдалы. Күніне 200 грамм талқан жеген кісі қан аздығы ауруынан жазылады. Сусамыр дерттін емдейді, қартаюды баяулатады.
Қыздығып басқан тагыны ісікті басып тыс ауырғанда басады, бауырды бутекенің жұмысын жақсартады, ұзақ ауырғынан әлсіреген кісіні ашыған тағы көжемен көтерген. Зерттеу жұмысы сауалнамаға 15 бала қатысты. Оқушыларға қойылған сауалнама нәтижесі. Бірінші сұрақ: тары талқында қаймақпен жүрген оңай ма? Я, 9 адам, жоқ 6 адам. Екінші сұрақ: отбасында тарыны жиі пайдалана ма? Я, 10 адам, жоқ 5 адам. Үшінші сұрақ: тары адам денсаулығына пайдасы бар ма? Я, 8 адам, жоқ 7 адам. Төртінші сұрақ: жынтың дәме оңай ма? Я, 11 адам, жоқ 4 адам. Үлкен адамдарға қойылған сауалнамаға 18 адам қатысты. Бірінші сұрақ: тагын жақсы көресіз бе? Я, 14 адам, жоқ 4 адам. Келесі сұрақ: тагынның адам денсаулығына пайдасы бар ма? Я, 18 адам, жоқ 0 адам. Үшінші сұрақ: қазіргі тәттілердің орнына жентпен шай ішкен пайдалы ма? Я, 12 адам, жоқ 6 адам. Төртінші сұрақ: тагынның жасалу жолын білесіз бе? Я, 10 адам, жоқ 8 адам. Қорытынды: тары адам денсаулығына қажетті құнарлы тағам екеніне көз жеткіздік. Осы тақырып жайында көптеген ақпараттар ала отырып, өз зерттеу жұмыстарымызды жүргізу, көзбен көріп, дәлелдеуге тырыстық. Жұмыстың мақсатына жету үшін үлкендерден оқушылардың арасында сауалнама жүргіздік. Үлкен адамды әртүрлі басылымдардан, ғылыми зерттеу еңбектерден материалдар жинадық. Тагынның пайдасының зор екенін анықтадық. Бұл жұмыс бізге қатты ұнады. Осы жұмысымызды әрі қарай жалғастырамыз. Пайдаланған әдебиеттер: бірінші, ғаламтор материалынан авторы Мақпал Ресбаевның мақаласы. Екінші, қазақтың Дархан Дастарханы кітабы, жазушы этнограф Сейіт Кенже Ахметұлы. Үшінші, Қазақстан ұлттық энциклопедиясы. 2 жыл біздің мұғалімдер мектеп учаскесіндегі жерге тары егіп өсірді. Біз соны көріп, ұстап, зерттедік. Назарларыңызға рахмет.